Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге инэкспорт каргосы, яғни жаңа постқа тіркелуді көрсетемін. Ол үшін жаңа пост бұрынғы инэкспорт, соны обновить етсеңіздер, егер бұрын болған болса, сіздерге осындай болып жаңа пост болып өзгереді. Егер инэкспорт бұрын болмаған болса, онда сіз жаңа постты App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп аласыздар. Мінекей осы жаңа постқа кіреміз, өзіміздің телефон номерімізді енгіземіз. Бұл жерде сізге код келетін болады, 6 таңбалы кодты жазу керек боласыздар. Сол себепті өзіңіздің нақты номеріңізді теріңіздер. Кіру батырмасын басамыз. Енді бізге қазір код келеді, соны осы жерге жазамыз. 880-334 деді. 880-334. Міне біз растадық. Енді оң жағымызда төменге өтеміз, профиль бөліміне. Осы жерден алушылар тізімі деген бар міне. Жаңа алушы қосу, осы жерде басасыздар. Жаңа алушы қосу деп плюсті басамыз. Енді міне жеке куәліктің алдыңғы және артыңғы беттерін түсіріп немесе галереядан әкеліп қою керекпіз. Үстін басамын және галереядан әкеліп қоятын боламын мен. Бірінші бетке алдыңғы беті керек болады. Мінекей мен және әкеліп қойдым. Мінекей жеке куәлікті алдыңғы және артқы суретін енгіздім. Енді келесі жалғастыру дейміз. Енді дәл осы жерге мекен жайыңызды жазатын боласыздар. Облыс, қала, аудан. Бірінші жерге мен солтүстік Қазақстан деп жазамын. Немесе өзімнің қаламды жазамын. Петропавл деймін. Қасына Сергеевка деп қояйын. Көшеге өзіңіздің көшеңіздің жазасыздар. Садовая. Төменде мына жерге үй номерін. Почта индексі 15-13-00. Бұл индексті сіз Google'дан, Тугистан қарасаңыз да болады. Өзіңізге жақын поштаның индексін жазу керексіздер. Телефон номер. Мінекей енді дайын дегенді басамыз. Жалғастыру дейміз. Енді осы жерде қолтаңбаңыз жеке куәлікте қалай тұр, соны енгізесіздер. Мен қолтаңбамды қойдым. Енді жалғастыру дегенді басамыз. Операция сәтті өтті дейді. Енді мінекей біздің уже қаламыз барлығы тіркелді. Дәл осылай өзіңіз жаңа постқа тіркеле аласыздар. Басты бет. Бұл жерде мінекей қаншама 7 жыл тәжірибе, қолданушы, сәлемдеме, Қазақстан бойынша 30 филиал дейді. Филиал, өзіңіздің филиалдарыңызды қарауға болады. Барлық ақпараттар осы жерде сізге келіп тұрады. Және бұл жаңа посттың ең тиімді тұсы, әрбір жеткізілген товарға сіз килограммына $4-7 алдырта аласыздар доставканы. Енді тапсырыстар, осы жерде мінекей тапсырыстарыңыз көрініп тұрады. Хабарлама деген бөлімде сіздерге SMS-тер келетін болады.
профиль ол сіздің профиліңіз. Енді мына жерде бөлімше өзгерту бар. Оның барлығын қарай берсеңіздер болады. Келесі сабақтарда көрсететін боламын. Ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.